Сәлеметсіздер, мен жолдауымды Ажар сәлем, Арай сәлем, Шынар және сәлем. Жаңа жылдарменен мен сіздерге бүгін сыйлықтарымды көрсетемін. Мынандай пони, лол, мен сіздерге өйтіп көрсетпеймін, кролик, мынандай. Бүгін берді, 31 азар, және мынандай элза. Достар, бұларын өзім алмаймын, және мынандай лизун. Достар, сіздерге лизундарын да ашып көрсетемін. Өте қатты қапталған скотчтармен. Bunu кейінірек ашып. Үшінші мынандай подарок. Мен үшінші сіз ашып көрсетемін. Міне Альбини. Сникерс. Надо переписать. Альбини. Надо вафли. Это кирешка. Суперкотик. Киткат и кепшкенді. И мне ешкін ашпай. Достар, келесі сыйлығым. Сіздер кешіңіздер, әнім кеп қалды. Келесі сыйлығым мынандай. Мен оны комментарийға жазып, мен сөйледі демейсіздер деп ойлаймын. Значит, Казахстан, суперкотик, компончик, сникерс, бәрі-бәр Альбини. Бұда бәрі-бәр стиплс. Сіздер көрдіңіз. Достар, мен қасымда әнім жүр. Стиплс, компончик, твикс, көптеген сыйлықтар, сникерс. Достар, бұның бәрін көрсетіп отыруға уақыт жоқ. Енді сіздерге уақытын тез үнемдеп отырмын. Достар, сіздерге жаңа жылды түсіріп жіберетін болсам, мен сіздерге видео болмай қалады. Сондықтан мен достар, бағана лизунды көрсетейін сіздерге. Мынандай лизун. Сіз аша қойын, уақытын үнемдейін. Өте қапталған. Вау, достар. Мындай розовый цвет. Достар, біз бүгін жаңа жылға дайындап жүрміз. Мындай лизун. Міне розовый цвет, маған сай кішкен цветім. Достар, мен сыйлықтарым кімге ұнады, менің каналыма лайк басыңыздар. Және каналға жазыңыздар. Бүгін 31-і, барлықтарың жаңа жылдарыңызбен. Мындай лизун сыйлады. Мына өте әдемі. Мен жасап көрейінші. Достар, сау болыңыздар.